Сәлем футбол жанкүйерлері. Солтүстік шығыс дерби, яғни Манчестер Юнайтед пен Ливерпуль арасындағы ойын ағылшын футбол тарихындағы ең азулы және ең адуынды атақты дербилердің бірі десек артық айтқанымыз емес. Өз тарихында Ливерпуль мен Манчестер Юнайтед көптеген биік белестерді бағындырғанын өздеріңіз де білесіздер. Ал бұл дерби тарихында өте көп қақтығыстар мен ерегістер және де басқа да қызықты жайттар орын алған. Осындай ерекше жайттардың бірі 1999 жылы Ливерпульдің аңыз ойыншыларының бірі Джейми Каррагердің қатысуымен орын алады. Тартысқа толы қиын матчта Манчестер Юнайтедтен Ливерпуль 3-2 есебімен жеңіліп қалады. Ал Джейми Каррагер Манчестер Юнайтедтің шабуылына тойтарыс беру кезінде қос бірдей автогол соғып алып, Ливерпульдің анти-қаһарманына айналады. Қос автогол соғып алғанына қарамай, кейіннен Джейми Каррагер Ливерпуль құрамында ұзақ жылдар өткізіп, Ливерпульдің аңыз ойыншысы ретінде өз мансабын аяқтайды. Құрметті достар, егер де сіздерге осындай видеолар ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Batinho KZ арнасы.